Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз кеңістіктегі негізгі денелердің көлемдерін қарастырамыз. Призма көлемі, пирамида және қиық пирамида көлемдері, цилиндрдің көлемі, конус және қиық конус көлемдері. Жалпы көлем дегеніміз не? Көлем деген дененің қанша орын алатындығын көрсетеді. Алдымен призмаға тоқталайық. Призма дегеніміз бұл қорап сияқты, иә? Неғұрлым биік болса, көлемі соғұрлым үлкен болады. Мысалға, міне көріп тұрғанымыздай үшбұрыштардың призмасы, шаршының призмасы, бесбұрышты призма, трапеция тәріздес, алтыбұрышты, тікбұрышты призмалар. Осылардың бойынша біз барлығына бір формула қолданамыз. Енді осылардың формуласы жалпы В дегеніміз бізде көлем. Бұл көлем. Ал S дегеніміз аудан, оны білеміз, көбейтілген H, яғни бұл биіктік. Енді біздің биіктіктеріміз мына бетіде биіктік. Мына жердегі биіктігіміз де, мына жердегі биіктігіміз де екеуі бірдей болады. Дәл солай мына қалғандарында да биіктіктер бар. Енді осылардың S дегеніміз табанының аудандарын біз көбейтеді екенбіз биіктікке. Енді осыған бір мысал есеп қарастырайық. Табаны бізде 12 см квадратқа тең екен, ал биіктігі 5 см-ге. Табу керек көлемін. Көріп тұрғанымыздай бізде призма берілген, иә? Бүйір беті, жиек жағы, шыңы және негізгі беттері. Енді бізге биіктікті табу керек. Биіктік бізде мына жері. Бұл жеріміз D, ал мынау, яғни шың біз V деп алайық. Мыналарын A, мыналарын S. Дәл солай қалған беттерде штрихтап шығамыз. Призманың бізге биіктігі V, D. Ал енді көлемді табу керек. Жаңа көлемнің формуласы бойынша S табан көбейтілген биіктік. S табан дегеніміз мынаның ауданы, яғни табанның 12 см квадрат. Орындарына қойып шығайық. S табан 12 көбейтілген 5 тең болады 60 см куб. Демек, жауабы тең 60 см куб. Енді пирамида. Пирамиданың көлемін табу керек. Бірінші біз мына суретке назар салайық. Бізде суретте бүйір құрып, бүйір жағы берілген және биіктігі апофемасы берілген. Ұмытпасақ, H және L бізде H биіктік болса, L апофема. Бұл екеуі тең емес. Биіктік мынау қақ ортасына түсірілген жер болса, апофемасы бұның біз мынау табанына қарай түсірілген жерін айтамыз. Яғни S және F апофема болса, S және O H биіктігі болады. Ал формулада V тең 1/3. Не үшін бізде мұндай алдында қойылған? Себебі бізде пирамида призмаға қарағанда 1/3 есе кіші. Сол үшін де қойылған. S табаны көбейтілген H биіктігі. Енді осыған есеп қарастырайық. Есептің, яғни табаны дейді. Мынау табан ауданы, осы жер бізде 12 см квадратты беріп тұр. Ал биіктігін V деп аламыз. Ал мына жағын S деп алайық. Осы V бізде биіктігі. Енді формуланы қалай жаздық? V тең 1/3 көбейтілген S табаны көбейтілген H. Енді орындарына қойып шығарайық. 1/3 көбейтілген 12 көбейтілген 6 тең. Бізде 3 пен 6 қысқарып кетті, мына жақта 2 қалады. 24 см куб болады екен. Жауабы көлем тең 24 см куб. Енді қиық пирамида. Қиық пирамида байқасақ, біздің мына жеріміз пирамида болып тұрға, осының мына бөлігін қиып тастаған жерінде қиық пирамида пайда болады деп айттық, алдыңғы сабақта. Және пирамиданың екі табаны болады. Мынау бірінші табаны болса, осы мына аралықта бізде бір табаны бар. Неке, мынау екінші табаны. Пирамиданың қақ ортасы бар, иә? Оны біз осы жерінен мына жеріне дейін түсірілген аралықты биіктік деп айтамыз. Енді қарап тұрсақ, S1 және S2 деп тұр. Демек, мына жердегі S1 дегеніміз мына табан болса, S2 дегеніміз мына табан. Ал H дегеніміз биіктік. Демек, H бөлінген 3 көбейтілген. Шақшаның ішінде S1 қосылған S2 қосылған. Түбір асты S1 көбейтілген S2. S дегеніміз аудан, оны ұмытпаймыз.
Енді қиық пирамидаға байланысты есептер шығарайық. Бірінші табаны 1 тең 12 сантиметр квадрат дейді. Демек, мына жеріміз 12 сантиметр квадрат. Ал табан 2 дегеніміз мына жер, яғни бұл 3 сантиметр квадрат дейді. Биіктігі, демек, мына аралықпен екі табанның қосындысында бізде 6 сантиметр болады екен екеуінің ара қашықтығы. Енді жаңа формуланы жазғанымыздай, P тең H бөлінген 3, шақшаның ішінде S1 қосылған S2 қосылған түбір асты S1 көбейтілген S2. Енді орындарына қойып шығайық. P тең бізде 6 бөлінген 3, шақшаның ішінде S1-іміз 12 қосылған 3 қосылған түбір астында 12 көбейтілген 3. Шақшаны жабамыз. Енді мына екі бізде қысқарып кетеді, 2 қалады. Мына екеуін қосқан кезде 15-ке тең болады. Ал 12 мен 3-ті көбейткен кезде 36 болады. Ал 36 түбір астынан бізден 6 болып шығады. Демек, 2 шақшаның ішінде 15 қосылған 6 тең 15 пен 6-ны қосқан кезде 21 болады. Осылайша 2 көбейту 21 тең 42 сантиметр куб. Демек, жауабы В тең 42 сантиметр куб. Енді дәл осылай цилиндрдің көлемін көрейік. Цилиндрде бізде айырмашылықты қарап тұрсақ, біз алдыңғыларында призмада, басқаларында үшбұрышты немесе төртбұрышты қылып көріп жатырмыз ғой. Ал бұда дөңгелек, иә? Демек, дөңгелек цилиндр. Ал цилиндрде бізде ұмытпасақ, өзінен өткен кезде тік төртбұрышты төртбұрыштан, неге тік төртбұрыш қой, осыны айналдырған кезде бізде цилиндр пайда болады дедік, иә? Ал цилиндрдің формуласына назар салайық. В тең пи көбейтілген r квадрат дейді, көбейтілген h. R дегеніміз біздің ұмытпасақ, неге мына жеріміз r. Ал h дегеніміз ол мына биіктігі. Енді бір мысал есеп қарастырайық. Берілгені r-тен 3 сантиметр дейді, h-тен 5 сантиметр. Демек, r, мына жағы r, ал мына жағы осының биіктігі. Мысалы, a деп алайық, мынаны v деп алайық. Демек, a, v. Осы бізде 5 сантиметрге тең. Енді көлем табу керек. Көлемнің формуласы пи r квадрат h-қа тең. Енді формулаға саламыз. Пи көбейтілген r квадрат, яғни ол 3-тің квадраты көбейтілген 5. Демек, 9 көбейтілген 5. Шақшаның ішіне пиді қояйық. Демек, жауабы 45 пи болады екен. Жауабы бізде цилиндрдің көлемі, бүйтіп қояйық, 45 пиға. Енді конустың көлемі, алдыңғы сабақтарда айтып өткеніміздей білеміз, конус бізде осындай бейнені береді, иә? Конустың төбесіндегі осы биіктіктен мына аралыққа дейін бұл биіктік дедік. Ал мына жағы дедік, ол жасаушысы дедік. L, яғни жасаушы мен H биіктікті шатастырмаймыз. Енді формулаға назар салайық. В тең 1 бөлінген 3 көбейтілген пи r квадрат көбейтілген h. Жаңағы біздің цилиндрден қандай айырмашылығын көріп тұрмыз? Бізде алдында 1 бөлінген 3 бар. Сондықтан екеуін шатастырып алмаймыз. Енді есеп шығарайық. R-тен 3 сантиметр, H-тен 5 сантиметр дейді. R дегеніміз мына жер. Яғни бұл бізде 3 сантиметр дейді. Ал биіктігі 5 сантиметр. Енді формулаға саламыз. В тең 1 бөлінген 3 көбейтілген пи r квадрат көбейтілген h. Формулаға саламыз. 1 бөлінген 3 көбейтілген пи көбейтілген r-ін 3-тің квадраты көбейтілген 5. Бізде мына жерден 9 шығады, ол қысқарып кетеді 3-пен. Осылайша мына жерде 3 қалады. Демек, 3-ке 5-ті көбейткенде 15 пи болады екен. Жауабы В көлем 15 пиге. Енді дәл осылай қиық конус. Алдыңғы сабақтарда өткенімізде қиық конус берілген. Мына бөлік, яғни жаңа конусты қиып тастаған кезінде төбе жағын бізде қиық конус пайда болады. Бұның 2 табаны болады. Бірінші табаны және екінші табаны. Әрқашанда формулада олардың 2 табаны да бірге жүреді. Соны ұмытпаймыз. Ал формулаға назар салайық. 1 бөлінген 3 көбейтілген пи көбейтілген h. H деген сол мына биіктікті айтып тұр. Көбейтілген r квадрат қосылған r квадрат қосылған
r кіші r және үлкен r. Яғни, бұны біз былай жазып ала аламыз. 1 бөлінген 3 пи h r квадрат қосылған пи h кіші r квадрат қосылған пи h r. Осылай жазып алсақ та болады. Ал бізге негізі мынасы тиімді болады. Яғни, бәрін бірге қосып, жинақтап, сосын барып пи h-қа көбейткен. Енді есепті шығарайық, иә? Үлкен r дейді. Бұны біз қалай шығарып аламыз? Мына жерді қиямыз. Мына бөлік болмайды. Бізде қандай фигура пайда болды? Қиық конус пайда болды, иә? Ал мына бөлігін үлкен r деп аламыз. Мына жердің кіші r деп алайық. Кіші r-іміз 2 сантиметр, үлкен r-іміз 4 сантиметр, ал биіктігіміз 6 сантиметр. Көлемді табу керек. Көлем формуласы бойынша 1 бөлінген 3 пи h r квадрат қосылған кіші r квадрат қосылған r және кіші r. Шақшаны жабамыз. Формулаға саламыз. 1 бөлінген 3 көбейтілген пи көбейтілген h-та 6 тұр. Шақшаның ішіне үлкеніміз 4 квадрат қосылған кіші 2 квадрат қосылған 4 көбейтілген 2. Бізде 3 пен 6 қысқарып кетеді. Мына жерде 2 қалады. Ал мынадан бізден 16 болады. Оны өзіміз білеміз квадраттағанда. 2-ні квадраттағанда 4 болады. 2-ні көбейткенде 8 болады. Демек, 2 пи шақшаның ішінде 16 қосылған 4 қосылған 8. Бұның ішінен бізде 28 шығады. Ал 28-ді 2-ге көбейткенде 56 пи болады. Демек, жауабы көлемі 56 пи. Жалпы, біз бүгін барлық негізгі денелердің көлемін, олардың формулаларын және айырмашылықтарын үйрендік. Призма, цилиндр ол толық болады, ал пирамида конус 1 бөлінген 3 болады. Оны шатастырып алмаймыз. Және де қиық денелердің 3 мүшелі формулалары болады. Бұл есептер міндетті түрде емтихандарда немесе ұбт-ларда кездеседі. Сол үшін шатастырмас үшін призма мен цилиндрді толық деп аламыз, ал пирамида мен конусты 1 бөлінген 3 деп аламыз. Яғни шатастырмайық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.